сөзімді айтайын. Жалпы дейді, адам дейді, бірнеше қабат мишықтардан тұрады. Мысалы, бірнеше қабат. Ең бірінші келген информация, ол 78 сағаттың ішінде жоқ болып кетеді екен. Содан кейін төмен қарай түсе береді, жайлап адам ұмыта береді. Кейде болады дейді, бір айтылған біреуді көргенің бірнеше жылдан кейін ұмытып кетесің ғой. 10 жылдан кейін көргенде ана кісінің тек түрі елестейді да, атыңды ұмытып қаласың. Себебі оны сен ол туралы ойлаған жоқсың, ұмытып қаласың да. Сондықтан дейді, мысалы, бір идеяны таптыңдар ма, ойларында бір идеяны жасағыларың келсе, 72 сағаттың ішінде істеп түсе оларың. Жаңа адам тіркедіңдер ме қыздар? Соны 72 сағаттың ішінде товарды айтып, бірден ойбай заказ бер демеңдер, товарды айтып, бетін бер қаратып, манағы товарға қызығатындай қылып тастауларың керек. Біздер көбіміз адамды тіркейміз да, заказ бер дейміз. Оған қасқа несіне біледі, білмейді затты мысалы. Ойлап қараңдаршы, білмейді зат туралы. Сондықтан әуелі затты бүйтіп көз алдына елестетіп қойыңдар. Манағы затты әдемі қылып айтып, көз алдарына 3-4 сағат айтсаңдар, ол кісі ойланады. Сосын 78 сағаттың ішінде қайтадан звондау керек. Манағы затты қалай? Аласың ба? Алам десе, сразу уже өзің тіркейді. Заказ бер. Сөйтіп айту керек, е? Ал бірден заказ бер десең де шошып кетеді. Енді бұл ғалымдардың зерттеуі бойынша адам дейді, 72 сағаттың ішінде егер манағы ойын жоспарға асырмаса, онда уже болмайды. 90% адам ұмытып кетеді екен. Тек 10% қана 72 сағаттың ішінде өзінің ойын жүзеге асырады, олар баядан болып кетеді екен. 90% адам оны ұмытып кетеді. Көбіне сосын біреуді кінәлайды, сен кінәлісің, өзің кінәламайды, сосын бірдеме айтсаң ақтала бастайды. Қой, менің үйімде ата-енем бар, менің үйімде балдарым көп, күйеуім ұрсады. Қазір осы жерде қанша адам шақырып келмей жатыр ғой, бәрі ақталып жатыр. Ол өзіне жамандық ойлап жатыр. Біз үшін бәрі менде ақтала аламын, мысалы менде үйде немерем бар, ойбай келінім бар, тойым бар деп ақтала аламын, мен өзім үшін келіп отырмын. Қыздар бәрін келіп отырсыңдар ғой, мен үшін келіп отырған жоқсыңдар, ә? Әркім өз үшін келіп отыр. Алам деп келу керек. Сосын барып, бай адам берем деп келеді екен. Бай адам блокнот ұстайды екен. Байша өмір сүру керек, байлардың арасында жүру керек екен. Жан-жағындағы қоршаған ортаңда қандай адам бар, соны бақылау керек дейді. Егер сенің қоршаған ортаң ылғи кедей адам болса, ылғи жыланып жүретін адам болса, сен де дәл сондай боласың, өсе алмайсың еш уақытта. Сондықтан сен жайлап өзіңнің ортаңды құруың керек. Сенің ортаң жан-жағындағы адамдар байларша әңгіме айтатын. Обязательно киім емес, байларша әңгіме айтатын. Жүріс-тұрыс сондай, ойбай ақшам жоқ дейтін әңгімені айтпайды екен байлар. Мен жұмыс жасаймын, жұмысымды өзім сүйем, мен шаршамайын дейді екен олар. Мен шаршамайын, менің дейтін уақытым жоқ деп вообще айтпайды екен. Ал кедей адам сразу, ойба, менде дейтін мынандай ақша болса, мен деген бизнес жасап кетер едім, ақшам жоқ болғандықтан менің идеям болса да, жұмыс жасай алмай жатырмын дейді. Сөйтіп айтады, кедейлердің әңгімесі екен. Сондықтан қыздар, егер табысты болғаныңыз келсе, ақшаларыңызды жинағыларыңыз келсе, бай болғыларыңыз келсе, бала-шағаларыңа жақсы үйреткілеріңіз келсе, қоршаған жан-жақтағы адамдарыңызды таңдауларыңыз бірінші. Ол табысты адамдардың әңгімесін тыңдап, табысты адамдардың кітабын оқитын, табысты адамдардың историясын тыңдайтын адамдар. Кез келген табысты адамдар тыңдаңдар, барлығы табысты адамдардың историясын тыңдайды екен бірінші.